Баршаңызға сәлем бердім. Бүгін мен ағзамызға өте пайдалы, өте керемет әсер беретін осындай сәбіз сусын дайындау жолын көрсететін боламын. Және ол ағзамызға қандай пайда береді, бауырға қандай пайда береді, соны айтатын боламын. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, осы видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Жалпы бауыр басқа органдарға қарағанда біздің ағзамызда ең маңызды рөл атқаратын органның бірі, өйткені ол біздің ағзамыздың сүзгісі. Барлық токсиндер, шлак осы біздің бауырымызға жиналады. Сондықтан осындай сусындар арқылы бауырымызды тазартып тұруымыз керек. Көптеген зерттеулердің нәтижесінде осы сәбіз суының құрамындағы антиоксиданттар қан айналымының жақсаруына, бұл дегеніміз жүректің жақсы жұмыс жасауына, жүрек қан тамырларының ауруының алдын алуға көп көмегін береді. Соның ішінде бауырымызды толықтай десек болады, тазартып шығарады. Және де сәбіздің суы бауырдың детоксикациясына, яғни толық токсиндерді өзін-өзі тазартып шығуына көмектеседі. Міне барлығы видеода көрсетілген. Бір сәбізді блендерге салып, езіп, үстіне су құйдым. Суды егер қарайсыздар, қою болса, тағы да су қосуларыңызға болады. Бетімізге шығатын түрлі безеулер, акне, комедоны деп айтып жатамыз ғой. Соның барлығы осы бауыр майды дұрыс қорыта алмағандықтан, яғни шығара алмағандықтан біздің тері арқылы шығарып жүреді. Түрлі қымбат косметикаға жүгінбей, бірінші біз ағзамызды тазалап алуымыз қажет. Міндетті түрде, егер ағзамыз, соның ішінде бауырымыз сау болса, бетімізде теп-тегіс әп-әдемі болады. Максималды әсер беру үшін таңғы астан 20-30 минут бұрын қабылдаған жөн, өйткені осы уақытта біздің ағзамыз дәрумендерді толық сіңіріп алатын уақыт. Альфа және бета каротиннен бөлек сәбіз неше түрлі дәрумендерге бай болып табылады. Ол өте төмен калориялы көкөніс, сондықтан оны асқазан ауыратын, асқазанында жарасы бар, диета ұстап жүрген жандарға тұтынуға болады. Егер мен осы видеом пайдалы болса, міндетті түрде реакция қалдырып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.